Сәлеметсіздер ме? Кенжебай Мейірбек, 2-ші сыраяс. Бүгін біз қазақ тарихындағы ең іргелі және ең маңызды еңбектердің бірі Мұхамеджан Тынышпайұлының «Қазақ халқының тарихы» атты кітабына арналған толыққанды егжей-тегжей талдау жасаймыз. Бұл талдаудың мақсаты барлық қойылған сұрақтарға жан-жақты ашып жауап беру болады. Ал бастайық. Мұхамеджан Тынышпайұлының бұл еңбегінің құндылығы қазақ тарихының бастауын, қазақ хандығының 1465 жылы құрылуымен ғана шектелмей, оны мыңдаған жылдық тереңдіктен алуында. Автор қазақ ұлтының тарихын үздіксіз тұтас даму ретінде дәлелдейді. Ежелгі тайпаларды айтатын болсақ, автор талдауды сақтар, ғұндар, үйсіндердің кезеңінен бастайды. Бұл тек хронологиялық тізбек емес, этногенетикалық сабақтастық дәлелдейді. Географиялық тұрақтылықты айтатын болсақ, бұл тайпалардың Жетісу, Сырдария, Алтай аймақтарында тұрақты мекендеуі, қазақ жерінің ежелден осы халықтардың атамекені болғанын көрсетеді. Бұл жерге деген тарихи құқықтық негізі болып саналады. Мәдени және тілдік үздіксіздік, көшпелі мәдениеттің негіздері, жылқы шаруашылығы, әскери өнер, дәстүрлі киімдер осы кезеңнен бастап алды. Тілдік эволюция, сақ ғұн тілдерінен түркі тілдеріне, одан қазақ тіліне ұласуы халықтың үзілмегенін, тек атауын өзгерткенін көрсетеді. Халық бірден жоғалып кетпейді, ол тек саяси формасын өзгертеді. Түркі және Қыпшақ кезеңі, мемлекеттік дәстүр. Бұл кезең қазақ халқының негізгі саяси, әкімшілік және құқықтық дәстүрлері қалыптасқан уақыт. Түрік қағанаттары. Бұл қағанаттар қазақ жерінде ірі аумақтың мемлекеттерді басқарудың тәжірибесін көрсетті. Олардың әскери тәртібі, басқару принциптері және де құқықтық актілері кейінгі қазақ хандығына мұра болып қалды. Қыпшақтар және Дешті Қыпшақтар. Қыпшақтар қазақ ұлтының тікелей ата-бабаларының бірі. Дешті Қыпшақ деген ұлан-ғайыр далалық атау қазіргі Қазақстанның солтүстік, орталық және батыс аймақтарын қамтыды. Бұл жердің тілдің және халықтың этникалық тұтастығының ең айқын дәлелі. Алтын Орда қасіреті және қазақ хандығының құрылуы. Алтын Орданың ыдырауы қазақ тарихындағы ең күрделі кезеңдерінің бірі болған болатын. Саяси бытыраңқылықтан бірігуге автор осы кезде пайда болған Ақ Орда, Көк Орда, Әбілқайыр хандығы сияқты құрылымдарды ішкі тартыстарымен талдайды. Керей мен Жәнібектің бөлінуі бұл жеке мүдде емес, тайпалардың саяси ерікті түрде тәуелсіздікке ұмтылып бірігуі. Бұл қазақ хандығының заңды және саналы қадам ретінде құрылғанын көрсетеді. Хандықтардың кеңеюі, Қасым, Хақназар, Тәуке, Абылай хандар кезеңіндегі территорияның нығаюы, халық санының артуы, Қасым хан кезінде миллионға жетуі және сыртқы қатерлерге қарсы күрес, жоңғар шапқыншылығы кітаптың негізгі оқиғалары. Оның ішінде жоңғар шапқыншылығына қарсы төтеп берген ол Жәңгір хан, Абылай хан, Есім хан болатын. Және де Абылай хан туралы айтатын болсақ, ол біздің қазақ хандарының ішінен мен үшін ең маңызды әрі ең өзі көп еңбегін сіңірген хан деп санаймын. Себебі ол өзі жас кезінен бастап жоңғар шапқыншылығына қарсы төтеп берген болатын. Қолына қару-жарағын ұстап, атқа отырып
жоңғар шапқыншыларға қарсы тұрған. Және де сол Абылай ханның арқасында ол көптеген көзге түсіп, көптеген майдандарда көзге түсіп, ақырында ол өзі Абылай хан сұлтан болған. Және де бірақ ол қалай айтсам екен, 300-дің басын біріктірген хан ретінде саналады. Бірақ оны былай Ресей империясы официально дейік, официально мойындамаған болатын 300-дің ханы ретінде. Оның орнына Әбілмәмбетті 300-дің ханы деп санайтын. Ал оған дейін Абылай хан 300-дің ханы болып тұрған. Және де сол кезде Абылай хан өзі Ресей империясымен және де оң жағымыздағы Қытай империясына екеуінің арасында отырып дипломатиялық қарым-қатынастар жүргізіп, жай сөзбен ғана шешуге болатынын көрсетіп, тәуелсіздікті сақтап қалған болатын сол заманға дейін. Және де Мұхамеджан Тынышпайұлының кітабының негізгі идеясы қазақ мемлекетінің ежелден бар екенін және оның көшпелі өмір салтына қарамастан күрделі өркениетті құрылымға ие болғанын дәлелдеу. Мемлекеттікке қатысты негізгі мәселелерді айта кететін болсам, автор көшпелілерде мемлекеттілік болмаған деген жалған пікірге қарсы тұрды. Көшпелі деген мағына сөз, ол варвар деген сөз емес. Көшіп қону бұл экономикалық тұрғыдан тиімді өмір салты. Ал бұл мемлекеттілік жоққа шығармайды. Керісінше, үлкен аумақты басқару үшін қатаң тәртіп керек болған, жүйелі басқару және де заңдар қажет болғаны туралы айтылып кеткен. Билік қазақ халқының тарихында, қазақ қоғамында билік бөлінісінің қарапайым формасы болған. Хан заң шығарушы және атқарушы бір мезгілде болған болатын. Екі тірлікті де істей алатын. Билер ол сот билігі болған болатын, ал батырлар ол әскери және де атқарушы қызметте болған. Бұл мемлекеттілік басқарудың негізгі құрамы. Территорияның тұрақтылығы. Қазақ жері ежелден сақ, ғұн, түркі, қыпшақ тайпаларының тұрақты мекені. Бұл жерде деген тарихи, құқықтық және негізгі және теорияның тұтастығы мәселесін көрсетеді. Құқықтық жүйе және заңдардың рөлі кітап қазақтың құқықтық мәдениетінің жоғарғы деңгейін көрсетеді. Қасым ханның қасқа жолы мен жеті жарғының мәні. Бұл заңдар жай әдет ғұрып емес, қылмыс, мүлік, жер, әскери қатынастардың толық реттеген нормативтік құқықтық актілері болған. Олар түркі алтын орда дәстүрлерін жалғастырған болатын. Билер сотының күрделілігі. Билер соты қазіргідей жай сот емес. Ол апелляциялық, демек шағымдану және конституциялық заңның дұрыстығын тексеру, соттың элементтерін қамтыған. Билер жеті жарғыны ғана емес, халықтың әдет ғұрпын да ескере отырып шешім шығарған болатын. Және де хандардың стратегиялық рөліне қатысты сұрақтарды айтатын болсам, хан реформатор. Тәуке хан мысалға айтатын болсақ, қазақ қоғамында құқықтық және әкімшілік реформалар ол билер институтын нығайтып, мемлекеттік жүйенің теңдігін қамтамасыз еткен болатын. Абылай хан бағанағы айтып кеткенімдей дипломат болған. Абылай ханның Ресей мен Қытай арасындағы тепе-теңдіктің саясаты кітапта ерекше талданылады. Бұл саясат қазақ мемлекетінің тәуелсіздігін қамтамасыз етудің жалғыз жолы болған.
ол әлемдік деңгейдегі саяси ойшыл болған болады. Менің айтқанымдай, Абылай хан өзі кітапта да, былай да, тарихта да өте үлкен рөл алған болатын. Біз Абылай хансыз 300-дің басы бірікпей, және де біз Ресейге ерте отарлыққа кіріп кетіп, немесе тағы да басқа сценарийлар болып кетуі мүмкін. Мүмкін біз қазір, Құдай сақтасын, әлі Ресейдің бодандығында жүруіміз мүмкін еді, егер Абылай хан болмағанда. Және де сол Абылай хан, тек қана Абылай хан емес, бірақ бізде Қасым хан ол бізді 1 миллион халыққа жеткізді дегендей, және де оның заңдар жинағы 5 пункттен тұрды. Ол 5 пункттің әрқайсысы мал-мүлік, ұрлық, және әскери заң, және де тағы да саяси заң соларға байланысты болған. Осылардың арқасында, Қасым ханның заңдар жинағының арқасында, және де Хақназар ханның арқасында біз деген көп деген жерлерімізді аман-есен алып қалған болатынбыз. Және де осы қазіргі тәуелсіз болып отқан 2026 жылымыз, 2025 жылымыз, 2026 жылға таяп қалған жылымыз, аман-есен отқанымыз жылымыз осы хандардың, бұрынғы ата-бабамыздың арқасында болып қалған болатын. Бізге жерімізді, суымызды, бәрімізді аманат етіп бізге қалдырған болатын. Және де шығармада айтып кететін қазақи салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталған болатын. Оларды айтатын болсам, Мұхамеджан Тынышпайұлының еңбегінде салт дәстүрлер талдау тарихы және құқықтық нормалар арқылы жүзеге асады. Ол салттың қазіргі қоғам үшін де маңызын көрсетеді. Құқықтық рәсімдердің маңызы. Ол билер сотының рәсімі. Билер соты бұл жай отырыс емес, ол әділдік рәсімі болған. Бидің сөзі заңның түсіндірмесі. Билер сөйлеуден бұрын оқиғаның мән жайын толық зерттеп, куәгерлердің сөзін тыңдаған. Бұл объективтілік пен әділдіктің рәсімі. Құн төлеу рәсімі. Ол құн төлеу дегеніміз қазіргі уақыттағы айыппұл төлеу дегенмен білдіреді. Қылмысқа құн төлеу, бұл әлеуметтік тепе-теңдікті қалпына келтіру рәсімі. Егер адам өлтірсе, құн төлеу арқылы екі ру арасындағы қантөгісті тоқтатуға мүмкіндік берілген болады. Бұл бейбітшілікке ұмтылудың рәсімі. Бұл рәсім қазір айтып өткендей біздің заманымызда да бар. Біз сол қазіргі айыппұл дейміз. Айыппұлды біз сол құн төлеу бұрынғы неден алған болатынбыз. Өзіміздің ата-бабаларымыздан келе жатқан заң болған. Бұл заң сол екі ру немесе қазіргі уақыттағы зардап шеккенге төлеу, сол секілді әр ненің істеген қылмыстың өзінің құны болады. Сол құнды төлеу деп аталады. Біздің ата-бабаларымыз сондай да керемет заңдар және де оның шешімдерін тапқан болатын. Салттың қатаңдығы. 7 атаға дейінгі қыз алыспау сияқты салттарды орындау әлеуметтік тәртіптің ең қатаң нормасы болған. Бұл норманы бұзу рудан аластатуға дейін апарған. Бұл салттың заңдық күшін көрсетеді. Және де осы айтқанымдай, осы 7 атаға дейін қыз алмасу деген реально шынымен де болмайтын, қазіргі заманға дейін бар. Бірақ оны кейбір жастар бірін-бірі сүйіп қалып дегендей солай болып жатады. Ол бұрынғы заманда қуылумен алып кетсе, қазіргі заманда мен ондайды қатты толық білмейді екенмін. Және де не себепті қан алмасуға болмайды. Себебі қазақ атамыз тек қана саясат жағынан немесе билік немесе соғыс жағынан ғана білмеген, олар биологиялық тұрғыда да ойшыл болған. Олар егер бір рудан, бір 7 атаға дейінгі туыстардан қыз алмасу болатын болса,
демек ол баланың қауіпіне алып келеді, то есть бала мүгедек болып қалуы мүмкін, қан дұрыс болмағандықтан қан араласқанда тоже жаман нелер алып келеді. Ал ол бала туылған кезде ол баланың қандай кінәсі бар дегендей ғой. Және де сол қазақ атамыз не істеген. Мен мысалға Қыз жібек пен Қозы көрпеш Баян сұлуды айта аламын. Олардың неге екеуіне бір-біріне қосылуға негізінен қарсы болған. Біз мультикта немесе тағы да нелерден қарайтын болсақ, екеуін жай ғана екеуінің арасын ашып жіберді, екеуін қосылған қаламат дейді. Бірақ негізінен аңыздар бойынша көбінесе олар екеуі бір ру тайпадан, то есть 7 атаға дейінгі неден болғандықтан, олардың қосылуына халық және де бірнеше адамдар қарсы болған. Негізі аңызда солай айтылған болатын. Сондықтан 7 атаға дейін қосылмау керек екені кітапта да, тарихымызда да жазылған. Және де әлеуметтік әкімшілік құрылымдардағы салттар. Жүздер стратегиялық рәсім болған. Жүздердің құрылуы аумақтық бөліну емес, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған стратегиялық рәсім. Демек, ол әр жүздің өзінің басшысы болады. Ол әр жүздің өзінің территориясы болады. Қазақ хандығы осы Қазақстан территориясы дәу болғаннан кейін, оның әр жерін бірақ басшы бұлай толыққанды не істей алмайтын болғаннан кейін, әр жүздің өзінің басшысы болады. Ал 300-ді қосып тұратын бір басшы болады. Сол секілді бөлініп, бұлай ветка дерева деген секілді. Сондай барады. Және де оның ең үстінде тұратын ханы болады. Одан кейін оның төмен лауазымда тұратын хандар болады, сұлтандар. Сол сұлтандар, одан кейін билер, батырлар, сол секілді жүздер болып, олар бөлінбеген. Олар әр рулар жүзге құралып, жүзден қазақ хандығы болып не істейді. Қазақ халқы болып құралған. Осы жүз біздің Қазақстан территориясын толық қорғауға, толық басқаруға арналған жақсы стратегия болып табылады. Ұлы жүз, ол оңтүстік шекараны, сауда жолдарын қорғауға міндетті болған болатын. Қазіргі біздің территориямыз Алматы облысы жағы. Ал кіші жүз болса, батыс шекараны, Ресеймен қарым-қатынасты реттеу міндетті болған болатын. Ол біздің Ақтау, Ақтөбе, Атырау облыстар, Орал облыстары болған болатын. Ал орта жүз ол орталық даладағы әскери және экономикалық ресурстарды ұстап тұру міндетті болған болатын. Ол біздің қазіргі Астана, Қарағанды, Жезқазған деген секілді территориялық аймақтарды басқарған болатын. Және де мен айтып кететін болсам, шежіре, ұлттық жат рәсімі. Шежірені білу жай әуестік емес, бұл өзінің қоғамдағы орынның жауапкершілігінде және қай румен туысқан екеніңді білу рәсімі. Шежіре тарихи этнографиялық құжат. Оның ішінде көші-қон жолдары, рулардың соғысқа қатысуы туралы маңызды деректер сақталған. Бізде де қазір шежіре бар. Және де ол бізде көбінесе біз 7 атамызды жатқа білеміз ғой, ұл балалар әсіресе. Сол 7 атаға дейін айтудың өзі шежіре болып саналады. Бірақ қазіргі заманда интернет заманы. Шежіре KZ сайтында біз өзіміздің бұлай ветка дерева, сол бағана айтқан, тамырынан бастап әр бұтақтарына дейін барған дегендегідей адамдарды көруге болады, өзіміздің ата бабаларымызды. Мысалға, ең бірінші ол
ең бірінші ол бір адамнан тараса, потом одан кейін 2 адам, 3 адам солай кете береді әр ұрпақтарына. Және де ол шежіреде мен де бармын. Енді ол шежіре өзімізге қан алмаспауға, туысқан екенімізді білуге, сондайға көмектеседі. Бірақ оның шежіренің ішінде тек қана ұл балалар ғана болады. Осы шығарманы оқып біткен соң, сіз өзіңіз үшін қандай жаңалық аштыңыз деген сұраққа жауап берсем, мен бұл кітапты оқығанда, бұл кітап менің тарихи танымымдағы үлкен өзгеріс жасады. Мен ең маңызды 3 танымдық жаңалықты атап өтемін. Олар менің қазақ тарихына деген көзқарасымды түбегейлі өзгерткен болатын. Және де қазақ тарихының үздіксіздігі генетикалық дәлел. Ол біздің тамырдың тереңдігі, ең үлкен жаңалық біздің тарихымыздың сақ-ғұн түркі тамырынан үзілмей үздіксіз жалғасып келе жатқан ұлы көш екенін дәлелдеу. Біз тарихы үзілмеген, тек атауын өзгерткен ежелгі ұлтпыз. Бұл бізге тарихи жауапкершілік жүктейді. Тілдік эволюция, қазақ тілінің түркі тілдерінің ең таза, яғни қыпшақтың негізін сақтау, ол этникалық тұтастың ең мықты ғылыми дәлелі болған болатын. Тілдік жалғастық – бұл этникалық жалғастық. Және де көшпелі мемлекеттің стереотипін бұзу құқықтық дәлел. Заңды қоғам, көшпелі қоғам, заңсыз, хаотикалық емес, керісінше 7 жарғы сияқты заңдардың болуы біздің қоғамның жоғарғы деңгейде ұйымдасқанын көрсетеді. Бұл халықтың өз тәртібін, құқығын және әділдігін сақтауға деген ұмтылысының көрінісі болған. Билер сотының жүйесі, билер сотында келіссөздер, куәгерлерді тыңдау, заңға сүйену сияқты процедураның болуы оның қарапайым әдет емес, толыққанды құқықтық институт болғанын дәлелдейді. Көшбасшылардың жаңа бейнесі стратегиялық дәлел. Мысалға айтатын болсақ, хан көп қырлы маман. Мен хандарға басқарушылар ретінде қарадым. Олардың рөліне дипломатия, Абылай хан, құқықтық реформа, Тәуке хан, экономикалық басқару, Қасым хан кірді. Бұл біздің көшбасшыларымыздың әлде қайда саналы және күрделі болғанын түсінуге көмектеседі. Жүздер ұйымдасқан қорғаныс. Жүздердің әкімшілік әскери бірлік ретінде түсінуі мен үшін ең логикалық таным болды. Бұл ұлттық ішкі ынтымақтастықтың және аумақты бірлесе қорғаудың тиімді моделі болып саналады. Және де кітапты оқыған кезімде қандай сезімде, қандай көңілде болғаны туралы айтатын болсам, бұл кітапты оқу менің ішкі дүниемдегі үлкен эмоциялық және саналы өзгерістер тудырды. Менің сезімдерім мен әсерлерімді айтатын болсам, алғашқы таңданыс және ұят болған болатын. Бастапқыда мен тарихты жаттап қана келгенмін. ОБТ-да мен жаттанды біліммен ғана кірген болатын. Және де мен тарихты толыққанды оқып, менің өзімнің тарихымды, неге мен басқа мемлекеттерді, түркі тайпаларын, неге мен ғұндарды, неге мен сақтарды оқимын деген мектеп кезімде сұрағым болған. Және де мен бұл сұрағымда осы қазақ халқының тарихы атты кітабымды оқып, сөйтіп өз сұрағыма жауап алған болатын. Сөйтсем, біз сол неге оқыдым дегенге, олар біздің ата-бабаларымыз екен деген жауап келген болатын. Себебі біз олардың ұрпағымыз, және де айтып өткенімдей, біз этникалық тұрғыда бір дейміз. Біз солардан заңды да, қазіргі халық заңы, әскери заң, қазіргі саяси заң, солардың бәрін біз
ата-бабаларымыздан мысалдан алған болатынбыз. Осылардың сол ата-бабамыздың арқасында біз қазір қазақ хандығы, Қазақстан мемлекеті болып, қазір тәуелсіз, шүкір, жақсы мемлекетте отырмыз. Мен сол неге оқыдым деп енді сұрағымды да қоймаймын. Өзім тарихымды білу үшін оқыдым, өзімнің ата-бабаларым үшін оқыдым, өзім үшін оқыдым, өзімнің болашағым үшін оқыдым дегендей ответтарым пайда болды, жауаптарым пайда болды. Және де мен осы кітапқа қатты сенгенім, кітаптың басты әсері ол эмоцияға емес, дәлелге толы болғаны. Қазақ керемет халық, қазақ халқы өте керемет, оның мағынасы керемет, оның сөздері көп, оның сөздері жақсы деген немен ғана бұда айтылған жоқ. Бұда тек қана нақты фактілер ғана айтылған болатын. Таза дәлелге толы кітап болған болатын. Ал саналы патриотизм туралы айтатын болсам, мен үшін патриотизм енді жай ғана сөздер болып қалған жоқ. Демек, мен патриотпын, мен өзім елім, мен деп қана емес. Мен патриотпын, себебі мен өзімнің тарихымды білемін. Мен тарихымды оқыдым, менің өзімнің ата-бабаларымды білем дегендей айта аламын. Және де айтып кететін болсам, бұл кітапты достарыңызға немесе жақындарыңызға ұсынар ма едіңіз? Менің бір-ақ сөзім бар айтатын. Ол әрине иә. Себебі егер және де ол қазақ болса, егер ол менің ата-анам болса да, мен бұл кітапты ұсынар едім. Себебі бұл кітапта өте нақты Мұхамеджан Тынышпайұлы ағамыз, атамыз нақты саяси тұрғыда да, әдеби тұрғыда да, ғылыми тұрғыда да, тарихи тұрғыда да әдемі жазылған. Бұның ішінде мынандай жылғы, менің осындай жылы 1465 жылы қазақ хандығы құрылды, оны ең бірінші Жәнібек пен Керей басқарды деп прямой айтылған емес. Бұл жерде әдеби де, ғылыми де екі түрлі неде жазылған болатын. Демек, бұл кітап өте сухой емес, құрғақ, то есть ішінде тек қана информация жылдар емес. Бұның ішінде әдеби, қазақ хандығы қалай болды, не істеді, не қылды дегендей. Және де бұл өзі кітапта кәдімгідей көптеген қазақ хандығынан бөлек қазақ халқы қалай өмір сүргені, не болғаны, ашаршылық кезі деген секілді көптеген мәліметтер жазылған болатын. Ал шығарманың авторы Мұхамеджан Тынышпайұлы атамыз туралы айтып кететін болсам, ол инженер ғалым Тынышпайұлы техникалық маман, теміржол инженері болған. Ол Санкт-Петербургте жоғары білім алған. Оның тарихқа деген көзқарасының логикалық, жүйелі және аналитикалық болуы оның еңбегінің ғылыми тұрғыда өте сенімді етеді. Ол саяси қайраткер ретінде ол алаш қозғалысының негізін қалаушыларының бірі. Бұл оның мемлекеттілік туралы теориялары өз ұлтының бостандығы үшін күрестен туындағанын көрсетеді. Ол Түркістан автономиясының премьер-министрі болған. Және де оның енді жаман қасіретті тағдырын айтатын болсам, кеңес үкіметі кезінде ұлтшыл ретінде қуғындалып, 1937-1938 жылдары ату жазасына кесілген болатын. Оның еңбегі ұзақ уақыт бойы тыйым салынған болатын. Кеңес үкіметі кезінде автордың өмірі оның еңбегінің дәлелі болған болатын. Автор өзі еңбегін, өмірін осы қазақ халқы сауатты болсын, қазақ халқы өзінің тарихын білсін, қазақ халқы өзі бұлай тәуелді болып қалмасын Ресей империясына, ол өзі тәуелсіз болсын деп,
осы қазақ халқының тарихы туралы деген кітабын шығарған болатын. Ол өзі тәуелсіздікті армандаған адам болатын, өзі өмірін қазақ халқына арнаған адам болатын. Ол өзі сондай керемет қайраткер, Алаш Ордасының участнигі, және де білім сіңірген, оқыған, және де сенімді адамдардың бірі болатын. Және де осы кітапта оқып талдадым. Мінекей менің осы оқығаным, талдағаным, автор туралы айтқаным бәрі мінекей осы. Мен бірақ қысқа нұсқа айтқан болатын. Егер осы біз қазақ халқының тарихы туралы толығымен айтатын болсақ, үздіксіз, онда бұның ішінде өте көптеген мәліметтер бар. Оны айту үшін өте көп кетеді. Бұның ішінде 225-тен астам беті бар. Және де бұл кітап өзі прям өте таза жазылған. Мен айтатын болсам, мен бұны өзі арзан тұрады мен үшін 5-ақ мың теңге. 5-ақ мың теңгеге кітап. И то ол өзіміздің қазақ халқы туралы. Мен осы кітапта айтатын болсам, көптеген адамның осы кітапты алуына кеңес берем. Себебі қазақ халқының тарихын білген дұрыс. Жақсы, сіздермен болған Мейірбек, Кенжебай Мейірбек. Бұл менің екінші сыраесімнің аяқталуы. Назарларыңызға рахмет. Өзімнің де айтқаныма өте қуаныштымын. Талдауым сіздерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет тағы да. Сау болыңыздар.